Сонымен Абай ағайын. Абайдың 175 жылдығы өзі коронавирус дейтін пандемияның кезіне сәйкес келіп қалды ғой. Иә, елде төтенше жағдай, екі қаламыз карантинге жабылды, Нұрсұлтан мен Алматымыз. Іс-шараның бәрі тоқтады, үйге қамалдық. Бұнда да бір қайыр бар. Есесіне интернет еркін, әлеуметтік желдің айдарынан желесіп тұр. Жалған ақпарат деген бұрынғысы сөз бе, бәленбесі артық жылдамдықпен көлеммен тарап жатыр неше түрлі нәрсе. Бүгін қалалық соттың карантинге жабылды, коронавирус елде баяғыдан бар екен, оны жасырып отыр екен. Өліп жатқандар бар көрінеді. Айтпай отыр олар. Әлі алып қашпай әңгімеге бар уақытын сарқылатын әдеті бар. Ой, енді жалпы адам баласының. Бұған дейін де жалған пәлелі ақпараттың неше түрін естіп жүрміз. Арыста 100 адам жолда өліп жатыр екен, көзіміз көрді деп біреу айтты. Қызылағашта 1000 адам суға ағып кетті. Бананның ішінен спирт шығып жатыр екен, жеп жүрмеңіздер. Шардарада балаларды құрбандыққа шалып жатыр екен, балаларды мектепке жібермеңдер. Осындай бір қаңқу әңгіме деген бір ой. Талай рет желін шулатты. Былтыр ғана атын айтпай қойын қазір. Белді бір жұртқа сыйлы лауазым тұлғаны асылып өлді деп өтірік әңгіме таратты. Соны таратқан үшін Луговойдың бір мұғалім сотталып кетті. Қазір түрмеде жатыр өзі. Абай не дейді бұндайда? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақ та қоймай, тыңдауға қолы да тимей, кәдімгі жақсы сөзге. Ал пәлелі сөз өтірікке сүтті үйіп, бәр шаруа судай ағып кетсе де, соны әбден естіп, ұғып алмайынша тынбайтыны қалай дейді. Ендеше бүгінгі әңгіме ағайын, пәлелі сөз, өтірік сөз, жалған сөз жайында болсын. Абай не деді? Қатар қалмышы пайда тапсақ, бізді әңгімемізді өр отырайық. Сократқа Абайдың көзқарасы ерекше болған. Сократқа хаким деп ат береді. Сократты жоқты айтпана, Сократқа берген көп деп, көптігін алағанда сөйлейтіні бар. Сол Сократтың ақпаратты бөлісуге қатысты 3 принципі бар. Солай ғой. Бірінші айтады, сен оны өзің көрдің бе дейді досын. Екінші, сол ақпаратты білген күнде маған пайда әкеле ме сол деп айтады. Үшінші айтады, ол ақпаратты білген мені қуанта ма дейді, пайда әкелместі. Егер бұл талаптардың үдесінен шықпаса, ондай ол ақпаратты онда айтпай қой, қажет емес дейді Сократ айтады. Сократ та Абайдан алыс емес. Өздерін Сократ хакім деп сөздеріне құрметпен еске алатын білесіздер ғой. Енді хаким тұрған дана деген сөз ғой. Абай танымда да айтылған сөзде міндетті түрде информация алып жүр. Ақиқаттың жүгі болу керек. Ол тыңдаушыға, естушіге бір пайдасын тигізу керек. Пайдасы жоқ сөздің бәрі не сөз емес, немесе бос сөз дейді. Ол хадисте де бар. Жақсы сөйле дейді. Жақсы сөз айтпайтын бар, үндеме дейді. Сондан Абай оны 45 қара сөзін сөз дейді. Бірінші ақыл, екінші ақыл, даналық, бір мөлтексір деген сияқты нәрсе сөз айтпайды, өсиет демейді. Сөз дейді, бітті. Бірінші сөз, 45 сөз дейді. Кісі емес кісі сөз емес сөз айтады дейтін бар ғой қазақта. Сен кісі болу үшін, толық адам болу үшін сөзің өзі хаққа қатысты болу керек. Яғни сөз қашан сөз болады? Онда бір Алланың ризашылығы, Алланың заңдылығы бар жерде сөз болады. Қалған уақытта жел сөз. Бос сөз. Абай айтады, сен жақсы болу үшін бос сөзбен қастаспай тура келмесе. Бос сөзді қастас дейді. Онымен жауласуын жек көр дейді бос сөзді. Дұрыс сөзді жақсы көр дейді. Абай айтады, терең ой, терең ғылым іздемейді деп кінәлайды адамды кінәлағанда. Өтірік пен өсекті жүндей сабап дейді. Өтірік пен өсек дейтін сөз жалпы ғылыммен, жаңағы шындықпен, ғылыммен ойдың бір антоним сияқты нәрсе ғой, дұшпаны. Бірақ адам баласы оған құмартып тұрады. Енді Алла солай бізді әлсіз жаратқан. Жоғарыда айттық. Абай сөзінен пәлелі сөзге сүтті үйіт дейді. Неге? Абай ол туралы не деді? Осыған орай бір 6 пунктке бөліп көрсек. Бірінші, ақылға емес көңілге билету дейді. Ақсақал айтты, бай айтты.
кім болса мейлі сол айтты. Ақыл сенбей сенбеңіз. Аят хадис емес қой, күфір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Абайдың ақпарат туралы ұстанымы осындай. Кез келген ақпаратқа әуелі күмәнмен қара. Гегель айта ма, Фейербах айта ма, Цинзямин айта ма, Путин айта ма, Жданов айта ма, ұлы ғалым деген біреулер айта ма. Жас үлкен ба, жас кіші ма, кім болса, кім айтса бейл сол айтсын. Адамнан, жалпы бір тұлғадан, шамадансыз авторитет жасып қажет жоқ. Құлды ұрып сен ебе кетпек, кімге болса да. Бұл үшін сен үлкен күнәға ұшырамайсың. Ең күнәнің үлкені ол кәпір болу, Құдайға шет болу, былайша айтқанда. Ал енді сен адам баласын тексердің, оған күмән келтірдің деп, сен жазықты болмайсың дейді. Ақылға сал дейді, қисынға сал, факт чек жаса дейді. Осы күн жалған ақпараттың 90% жаңа сәл миды істетіп, анализ жасап, өтірік екенін ажыратуға оп-оңай ғой болады. Сонда айтады. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл сенбей ме, сенбеңіз. Аят хадис емес ол дейді, WhatsApp-пен келген хабар. Аят хадис емес қой, кәфір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Ал біз WhatsApp-тан келгенде тура сол ақиқат сияқты қабылдап жатамыз. Ақылға емес, көңілге саламыз. Ұнаса ол рас па, өтірік пе қарамаймыз. Басқаларға аламызды табан астына тарата саламыз. Абай айтпасам, бойда көз, қайрат ойда көз, болмаған соң айтпа сөз деп. Соны тыңдап жатқан кім бар? Батыстағы әлеуметтанушылардың айтатыны бар. Адам ұлының жалғандыққа сенуге дайын тұрмағының негізгі себептерінің бірі қандай да бір ақпараттың біздің жеке пікірімізбен сәйкес келуінде дейді. Сонда ақпаратты тұтынуда, таратуда әділдік, шыншылдық негізгі принцип болу керек қой адам баласында. Қазір олдан қалды. Бізіңше енді біздің жеке басының пікірімен бір ауаның көңілің ауып отқан нәрсемен үйлессе болды. Бірақ рас. Абай айтпасын, әуелден көті бос кәпір дейді ғой. Әуелден көтені босап, осылған 10 жылын беріп тұрған соң, өзің сенгін кеп тұрған соң, соны таратып жүресің де. Ақыр аяғында ақылға салмай көңілге салғаннан қоғамды қоңыр айтқан, бір пәле шақырған бір нәрсеге сіздің де бір кезде қатысыңыз болады. Ал жалпы адамның естіген нәрсеңді сауапында айта салу сенің өтірікші болуыңа толығымен жетіп жатқан дүние деп айтатын шариғатта сөз бар. Абай да осы бір мінезбен қастасып кетті. Екінші, көрген нәрсені ақиқат деп қабылдай беру. Илгердегілер айтатын, адамның өтірік шатану үшін естіген нәрсесінің бәрін айта берсе, жетіп жатыр деп. Қазір естімек көрген нәрсеге сенудің өзі қауіпті қайын. Фотошоп дейтін нәрсе бар, видеомонтаж дейтін нәрсе бар. Осыларды айтпаған күннің өзінде әр нәрсенің астары бар. Әне бір қиссаны еске түсіріп көрейікші, тағы бір патша болады. Сол елдегі бір ғалым адам қылмыс істеп қойып, жаңа патша ашу үстінде ғалымды өлім жазасын кеседі ғой. Ертең ғалым жаңа дарға асылады деген күн жаңа патшаның бас уәзірге патшаға жалынады. Ол ғалым адам жазасын жұмсартыңыз. Дүре соға салсақ болды емес, өлімге қимай қояйық деп үгіттеп бағады. Хан жарлығы екі болмайды. Патша да қиналады біраздан соң. Әйтеуір ақыры уәзір өзінің дегеніне көндіреді. Патша бірақ мынандай шарт қояды уәзірге. Ғалымға 100 дүре соғамыз дейді. Бірақ оны дейді, сен өзің орындайсың. Қолыңа қамшы, сен ұрасың дейді. Уәзір келіседі. Ертеңінде дүйім жұрттың алдында уәзір жаңа ғалымды өлімші еттіріп 100 дүре соғады. Жиналған қауым уәзірді қарғайтылағын ете отырады. Қолың сұңғыр анау деп. Өйткені олар көріп тұрған нәрсемен баға береді. Міне осы секілді естіген көрген нәрсенің жалғандығы өз алдына, оның артында не сыр бар екенін барлық кезде біз біле бермейміз ғой. Мұндайда Абай айтады, аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер дейді. Терең нәрсеге бойламайды, үстірт қарайды. Не вникает, былайша айтқанда. Мұрын үстен арғыны көрмейді. Адамның ойында көз болу керек деп. Ойдың өзінде көз болсын дейді. Бойда қайрат, ойда көз болмаған соң айтпа сөз деп отырған сол.
Үшінші мәселе. Адам баласы өзі шыдамсыз, сабырсыз. Ақпаратты тез алғымыз келеді, көзге бірінші түскен жаңа мақаланы, онда айғайлап тұрған тақырыбын оқи сала, оны ақпарат ретінде сіңіре бастаймыз. Абай айтқандай, сабырсыз, арсыз еріншек, көрсе құзар жалмауызбыз. Сабырсыздығымыз хайп, сенсация қуған заманда тек зиянға жұмыс істеп жатыр. Осы сабырсыздығымыз. Мақаланың тақырыбын оқисың, аяқ жағына шыдамың, сабырың жетпейді, жалаулатып ала жөнелесің. Ал осы күн сайттар, газеттер қайбір оңған. Қайбір керемет тақырып қояды дейсіз. Баяғыда ана оңтүстік Қазақстан облысында әкім болып тұрғанда Абдуллаев дейтін халық ағамыз. Бір газеттің бірінші бетінде мақала шыққан, тақырып Абдуллаевты мәшине басып өлтірді деп тұр. Елдің бәрі ана тақырыпты көріп ушы болды ғой. Ал мақаланы толық соқсаңыз, Абдуллаев деген бір одна фамилиясы, былай айтқанда фамилиясы бір. Өзбек ағайын. Машинаға ағып кетті, қайтыс болған екен. Енді тағы бір мақалада президент ауысты дейді. Сонда бір теннис федерациясының президентімен біреу ауысқан екен. Оны әкеп енді әр жағында бір нәрсеге ыңғайлағысы отыр. Ал көп жағдайда абай айтқандай сол мына оқырманның өзі кейде сабырсыз, еріншек. Тақырыбын оқи салады да аттандай жөнеледі. Абай айтады: малда да бар жан мен тән, ақыл мен сезім болмаса, тіршіліктің несімен тереңге бас қоймаса, ақыл, парасат деген нәрсені осындайда пайдаламасаң, қашан саған қажет? Малдан айырмамыз не? Тереңге бет қоймасаң, шынында да малдан айырмашылығымыз не дейді абай? Алдан келген нәрсені асықпай, соңына дейін өз оқудан басталады көп нәрсе. Бір нәрсе үкім шығаруға біз неге асығамыз? Жалпы абай айтады, сабырсыз, арсыз еріншектік дейді. Сабырсыздық дейді абай айтады. Еріншектік алып барады дейді. Еріншектік дейді, арсыздық алып барады дейді. Ақ-қараны айырмауда абай ынсапсыздық дейді. Ынсап әділеттен туады дейді. Ал ынсапсыз адам ақ пен қараны керек жоқ дейді. Ынсапсызға не керек? Істің ақ пен қарасы дейді. Қазаққа да айтады. Жақсы менен жаманды айырмадың, бір ған бірі бай мен де көрдің дейді. Сөйтеді, ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді аузымен орақ орған өңкей қыртың дейді. Абайдың айтқаны осы. Төртінші. Эмоция. Қыз балық дейміз бе? Дәл бере алмайды. Эмоция қысқасы. Эмоция ақиқаттың, пайымның жауы. Ол шындықты бүркелмейтін нәрсе. Эмоцияның ар жағында кібір тұрады, кейде тәкаппарлық тұрады. Тәкаппар ақылды тұмшалайтын нәрсе. Бірақ парадокс сол, эмоция туған жерде адам сөзге өте иланғыш келеді. Кейбір ақпараттар болады. Ол ақпаратты оқыған кезде ашу ыза, намысың ояна кетеді. Немесе бітті, құрдық. Осы сияқты жаңағы кесіп тастаған бір күйге түсеміз. Бұл ой емес. Бұл эмоция. Бірінші торға түстіңіз. Ондай торға бәріміз түсіп қаламыз, түсіп жатырмыз. Әй, қазақтар өлтіріп жатыр, қырып жатыр десе, бәрі өлі түргелеміз кейде. Бұл алғашқы симптом. Бірақ аяғым уже қақпанға түсті деген сөз бұл. Ол кезде эмоция туындаса, ей, тоқта, неге менде ой емес, эмоция туды? Давай мынаның дерегін жақсылап тексерейік. Сөйтетін адам бар ма өзі? Бар, бірақ өте аз осындай адамдар бар. Тоқтаңдаршы, сабыр, тоқтаңдаршы дейтін адам бар. Аз біз. Бір дүниенің бәрін бір эмоция билеп бара жатқаны жасырын емес. Егер эмоцияны жетегінде кететін болсаңыз, онда бітті, ми жұмыс істету деген жоқ. Ми жайына қалады. Егер олай етпесеңіз, құр эмоциядан туған жаңағы сөзім жақсылыққа апармайды. Жалпы, лап бергіш, көт айналғыш, қайта ойланғыш дейтін абайдың сөзі эмоция. Лап беріп эмоциямен кетеді. Арты айналып түседі, қайттан ойланып отырады. Абай айтады, жұртым-ай, шалқақтамай сөзге түсін, ойланшы сыртын қойып сөздің ішіне дейді. Сыртын қойшы, сөздің ішіне ойланшы, үңілші дейді. Кейде сөздің сырты керемет, пафосы керемет екен деп ішіңіздегі
инені байқамай жаңағы опық жейтін кездер болады. Абай соны айтып отыр. Сосын бесінші қайталанбалық эффекті деген бар. Бесіншіміз. Эффект повторности. Бір ақпарат қайта-қайта алдына шыға берсе, ол жаңағы шындықтың бір иллюзиясын тудырады. Біздің жағдайымыз ол WhatsApp. Ана группадан, мына чаттан, ана жерден бір келгеннен кейін, о дүниенің бәрі сонымен айналысып жатқандай көрініп кетеді. Біздің жағдайымызда ол жаңа WhatsApp дедік. Бір мазмұндағы нәрсе қатарына бірнеше группадан, бірнеше адамнан келетін болса, осындай екен деп шында ойлап қаламыз жаңағы. Ана көп айтса көнді, жұт айтса болды, әдетінадан адам дейді ғой, айтады. Елдің бәрі солай айтып жатыр. Солай болып көрінеді да. Сосын айтады, айтып жатыр, елдің бәрі айтып жатыр. Тұқсыншы, сенікінде ғой бірден керт атады тұрады екенсің. Шында елдің бәрі айтып жатқан нәрсе, тұра тұрсың, сонда да солай ғой деп айтады. Ана Абайдың ана 8 аяқта аттысы шапты, жаяу қапты, қайырылып сөзді кім ұқсын дейді да. Аттысы шабады, жаяу қалады, қайырылып ешкім сөзді ұқпайды, дүк кетеді бір нәрсені соны. Іште қалың ауыздан жалын бұрқатып көзден жас шықсын. Күйдірген соң шыдатпай қояды мекен жылатпай дейді. Айта берсін ел. Тұра тұрсаңыз, мынау айтып жатқанда ақылға сыймайды ғой. Сіз ақыл сенбеңіз дейді Абай айтады. Бір іске кез келсеңіз, ақыл сенбеңіз, бір ақылды жұмыс істет, сенбеңіз, келген нәрсенің бәріне сене бермеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақылмен жеңсеңіз, оны жіберіп жатқан шындар аят хадис емес қой, өзі айтпақшы. Өсек аян қау өсетті, ақылмен жең дейді Абай айтады. Кім айтса мейлі сол айтты. Мейлі жақының айтты ма? Бәрі әр нәрсе, әсіресе кейінгі осы қазіргі кезде әсіресе сондай нәрсеге сыни қарап үйренуіміз керек екен. Ешкім әулие емес. Сөзіне қарап кісіні ал дейді. Кісіге қарап сөз алма дейді. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма дейді. Анау жақыным еді, мынау білгір еді. Мынау бұл жерде оқып жүр, аналитик қой, анау ғалымсымақ, ол бірдеңе біледі деп. Бәрі сүзгісіз қабылдайтындарға жаңағы Абайдың ескертіп отырған нәрсесі осы. Кісіге қарап сөзін емес, сөзінің салмағына қарап кісінің кісілігін бағамдау керек дейді Абай айтады. Сені сондай керемет санап жүрген адам біреуді ғайбаттап, оң солды жаңағы бөсетін таяз адам болсыншы. Ондайлар аз ба? Сонда да соның сөзін мақұлдамақшысыз ба? Абай тағы да ақылды, қара ақылды 40-қа бөлмек, әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Әр нәрсеге өзіндей ақ қараны қара, қасықты күрек деп, шаншқыны жаңағы жерде тәрелке деуге болмайды. Әр нәрсеге өзінің бағасын атын атап бағасын беру керек. Өзіндей баға беру деген сол ақ қараны қара деп айту керек. Шын жанашырың міне сол. Өйткені тағы айтылаймыз. Надандарға бой бермей шын сөзбен өйлесеңіз. Аят хадис емес қой, күфір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Жаңа WhatsApp дегеннен шығып отыр ғой. Алтыншы, сол Абай айтқан Абай айтқан жалған пәлел бос сөзге адам баласының ерік келуіне бір себеп көпшіліктің ықпалы. Адам көптің ықпалында кетпейтін адам аз өзі. Қоғамның бір аз көпті қысым болады. Осы нәрсе адамға керемет әсер етеді. Көп адам ел не дейді, көпшілік қалай ойлайды. Кейде сен де сол ойлауыңа бір мәжбүрлік туып қалады. Абайдың поэмасында бір жын жаңбырдың суы деген нәрсе бар. Абайдың ұлылығы дейміз, даналығы дейміз, даналық деген өз алдыңғыны артқыны көру ғой. Абайдың жаңағы Мәсғұттың поэмасында бар ғой. Хан түс көреді, түсінде осындай жынды жаңбыр жауады. Сол жынды жаңбырдың суы тиген құдық, бұлақ, бәрінің суын ішкен адам жынды болады. Сондықтан да суымен запас сақтап қойыңдар, судың қорын жинап қойыңдар. 2-3 күннен судың несі кетеді, жаңағы қасиеті кетеді, содан қалыптарға келесіңдер. Ол жын суды ішкен адам зиянға ұшырайды. Ол су ғой енді. Сөйтіп отырған кезде қан жарлық шашады. Көп кететін нәрсе Италияда коронавирустың шығып кетті деген сияқты ғой енді. Көп кетен бір нәрсе, егер қатты тәртіп, қатты қадағалау керек десеңіз, бір қататлық болмаған жағдайда көп басына таяқ тигенше бейқам болады.
Сөйтеді жаңағы жынды жаңбырдың суы бұлаққа, құдыққа барғандықтан елдің бәрі жынды жаңбырдың суын ішіп, бүкіл қала мемлекет жынданып кетеді. Сөйтіп жынданып жүрген кезде патша шығады айтады, айналайындар, жындандыңдар, бар үйге барып демалыңдар, мынау жүрістеріне деген кезде дұрыс жөн сөз айтқан патшаны халық жынды көріп, ең соңында бұны өлтіреміз деп сарайдың алдына келеді. Осы шын сасқан хан уәзіріне айтады, не істейміз дегенде, не істейміз енді өзіміз осыны ішіп алуға тура келеді дейді. Сөйтіп жынды жаңбыр судан уәзір мен патшады ішіп алғаннан кейін жынданып ортасына барғанда свой деген сияқты өзіміздің адам деп сөйтіп кете барды дейді. Енді абай ғой. Абай ғажап қой шынында. Тура осы теманы, осы тақырыпты қозғауы, қай заманда осы нәрсенің келуі, жынды жаңбырдың суын әр кезде әрқайсымыздың ішуіміз, жынды жаңбырдың суын ішіп алғандарға бір жөн сөз айтуға қорқуымыз. Шындық қой, бүгін ақиқат бар ғой сондай нәрсе. Асылында көпшіліктің шындық деу ақпаратты да шындыққа айналдырмайды. Көпшіліктің шындық деу ақпараттың бәрін шындыққа айналдырмайды ағай. Бізге ақиқат пен жалғанды айыр десек, оған тек объективный істейтін нәрсе ғана көмек бермек. Бірақ біздің айналамыздағы көпшіліктің ықпалы, қоғамдық қысым, жақсы мен жаманды айыруға орай бере ме? Мәселе сонда, көп қорқса терең батырады дейді, қазақ айтады. Көптің ойына амалсыз келісіп жатамыз кейде. Қате екенін білсең де амалсыз келісесің. Ішің ақиқатты нақты білгенмен қайран қылатын шамаң жоқ. Көптің мысы басады, өйткені қорқытады, терең батырады. Абай айтады бұндайда, ақымақ көп ақылдаз, демек көптің сөзі пұл дейді. Немесе көпті ақыл жоқ, ебін тапта жөнге сал. Исаның дарғасқан Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды түйенің жемтігіне көмген, жанына тартты өртеген кім дейді? Көп дейді. Ендеше көпті ақыл жоқ дейді. Ебін тап жөнге сал дейді. Енді біреу шығу керек қой ортадан, енді жақсылыққа, туралыққа бастайтын. Сол бірліктердің бастамасынан сондай жаңағы единицалардың бастамасынан Абай айтпақшы, бүтін ел түзеледі. Абай айтады, единица болмаса, не болады? Өңкей нөл дейді. Единица нөлсіз-ақ бір басындық болар сол дейді. Ал единица деген, Абай айтқанда, тұлға. Енді достан не түйдік ағайын? Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлақ қыл. Жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз көрме. Сізге айтаймын қаупім бұл дейді. Жақыным айтты деп, надан сөз керме дейді. Сөзіне қарап кісін ал, кісіге қарап сөз алма дейді. Енді бірінің бірі толтырып тұрған дүние ғой. Сізге айтамын қаупім бұл дейді. Сол қауіп, әлі де сол қауіп. Бірақ қазір қауіп 1000 есе көп. Өйткені қазіргі ақпараттың заманы, ақпарат автоматтан да қауіпті. Ол қарудан да, удан да қауіпті. Коронавирус деп жүріп, елдің бәрі қол жудың гигиенасын жаттап алды. Бәрі біледі қазір кемінде 20 секунд жуу керек екен сабынмен. Тамақтың да гигиенасын білеміз. Сүттің сыртына қарап, жаңағы майлығын, сұрағын көріп, ажыратып барып, сатып алатын жағдайға жеттік. Нені жеу, нені жемеуді білеміз. Енді осы ақпараттық гигиенаны үйренсек шіркін деп ойлаймын да. Адам нені жесе соған айналады дейді. Сол секілді адам нені көрсе, нені оқыса соған айналады. Қолды жуу, тамақ талғап жуу сияқты ақпаратты да жалғанын ажыратып қабылдау керек. Бұл өмірлік маңызды нәрсе. Ақпарат адамды рухани өлтіріп тастайды. Бұл жерде сіз ұл тамақ ішсеңіз, уланып өлесіз. Физикалық өлімге ұшырайсыз. Ал ақпарат миыңызға кіріп кетсе, сізді санаңызды лайлап жүреді. Санаңыз зорланады. Кімді оқып? Өзіңіз не жазып жүргеніңіз? Соған мән бердіңіз бе? Мән берейік шағай. Тіпті осы менің айтып отырған сөзімді де ақпараттық гигиенаның талаптарына сай қабылдасаңыз, құба-құба қайын.
Сонымен ағайын, абай айтпақшы. Жа бұда не инандық.